Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бұл әкім сағаты жобасы әкімдердің халықтың алдына шығып, ел алдында есеп беретін кезеңі келіп жетті. Бүгінгі жобаның тізгіншілері әдеттегідей менің әріптесім Гүлмира Бақтиярова және мен Қуандық Танабас. Добрый вечер. В прямом эфире «Аким Сагаты». В ближайшие полчаса в центре внимания Баянаульский район. Әкім сағатының бұл жолғы қонағы Баянауыл ауданының әкімі Кәрімов Қанат Сәрсенұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қайырлы кеш. Құрметті көрермен, естеріңізге салып өтейік. Біз алдағы жарты сағатта тек қана тікелей эфирде жұмыс жүргізетін боламыз. Студиямыздың телефоны қаламыздың коды 8 71 82 33 90 35. Сауалдарыңызды қойыңыздар. Аудан әкімі олардың барлығына жауап беруге дайын. Также для вашего удобства, уважаемые телезрители, у нас работают WhatsApp и Telegram чаты. Ваши сообщения мы ждем по номеру 8 771 296 52 92. Қанат Сәрсенұлы, енді мына биылғы әкім сағатының дәстүрлі жаңа айдары пайда болды. Келген әр ауданның басшысы 30 жылдағы ел тәуелсіздігінде қол жеткізген табыстарды өз осында баяндап таныстырып өтуде. Ендеше сол дәстүрді өзіңізде жалғастырып өтіңіз. Экранға назар аударайық, осыны пайдаланып, Баянауыл ауданының осы 30 жылда қол жеткізген қандай табыстары бар, соны өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Жақсы. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, қадірлі жерлестер. Тәуелсіздіктің 30 жылындағы жетістіктерімізге көз жүгіртсек, ауданның әлеуметтік экономикалық ахуалы барлық салаларда қарқынды дамып келе жатқанын көруге болады. Атап айтқанда өңіріміздегі өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, шағын және орта бизнес даму, құрылыс салалары өсім жылдан жылға дамып келе жатыр. Енді бірінші слайдқа қарасақ, біздің міне ауданның бюджеті жайында айтатын болсақ, ақырғы 3 жылдың ішінде меншікті кірісіміз біздің 30%-ға өсті. 1 миллиард 450 миллион болса, қазіргі таңда 1 миллиард 945 миллиард теңге құрайды. Ол енді 30%-ға өсті осы жылдың ішінде. Ал жалпы біздің бюджетіміз 11 миллиард 118 миллион теңге құрайды. Енді келесі слайдқа көшейік. Біздің енді ауданымыздың айырмашылығы басқа аудандарға қарағанда бізде ірі өндірістер бар. Өнеркәсіптер ол Майқайын алтын кен байыту комбинаты, Майкубен Вест акционерлік қоғамы, Сарыкөл көмір өндіру кеніші бар, Кергетас кеніші бар деген сияқты 4 ірі өндіріс мекеме. Оның сол 4 өндіріс мекемеде бізде 8% біздің адамдарымыз жұмыс жасайды. Жалпы сол өндірістің бүгінгі таңдағы нақты көлемі 30 миллиард 533 миллион теңге құрайды. Ол өткен жылдың 9 айлық айымен салыстырғанда 101,7%-ға ұлғайды. Ал енді біздің келесі слайды көрсек, онда біздің негізгі біздің көрсеткіміз ол ауыл шаруашылығы саласы. Ауыл шаруашылығында бізде 557 шаруа қожалығы бар. Олар соның 250-і асыл тұқымды мал шаруашылығы дамытумен айналысады. Ал енді өңірімізде бізде үлгілі шаруа қожалықтың бірі ол МТС жайма жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ол Қаратомар ауылында ірі қара мал арналған бордақылау алаңын жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Сондықтан осы біздің ауданымызда малдың санын алсақ, малдың 3 түрінің 4-і бізде. Жылқы болсын, қой болсын, ірі қара мал болсын, сол облыстың көрсеткішінде сол 4-тің бірі біздің ауданымызда орналасқан. Мал шаруашылығына қолайлы аймақ болып тұр ғой бұл. Қолайлы аймақ. Неге десеңіз, қысы жазы далада. Үшінші бізде бағытымыз бізде туризм саласы. Өздеріңіз білесіздер, Баянауылда бізде топ 10 туристік аймаққа енгенбіз. Келесі слайдқа көрсетсеңіздер. Қазір мінекей туризмге байланысты ауыстыратын боласың. Следующий слайд. Мынау кәсіпкерлікке тоқтайықшы әуелінше. Кәсіпкерлікті тоқтасақ, онда бізде 1362 кәсіпкерлердің бар. Биыл бізде жол карта бизнесі бойынша 9 жоба іске асырылды. Қарапайым
заттар бойынша 3 жоба іске асырылды. Еңбек бағдарламасы арқылы мынау 200-ге таяу атаулы айлық есептік көрсеткіш бойынша грант дейді ғой, қайтарымсыз гранттарды біз 104 адамға осы гранттарды биыл бердік. Осылар енді өздерінің кәсібімен айналысып жатыр. Енді көрсеткіштеріміз бізде қандай бар? Посттерминал дейді, контрольный кассовый машина дейді. Біздің жылдың басында тек қана аудан бойынша 8 посттерминал болса, биыл біз жақсы жұмыс жасадық. Міне 231 посттерминал бізде жұмыс жасайды. Контрольный кассовый машина дейді, ол енді жылдың басында 547 контрольный кассовый машина болса, қазіргі таңда 1159 контрольный кассовый машина бар. Ол енді бізге мынау салыққа анығына есеп бердік, 25%-ға биыл бізде салықтың түсімі өсті осы посттерминал мен контрольный кассовый машина арқылы. Осындай міне біз жұмыс жасап жатырмыз. А вот гранты получили на какой бизнес больше развивается? В основном у нас идет на того, чтобы развивать два направления. Это приобретение скота, то есть в сельской местности. Второе, это, конечно, развитие на туризм. То есть, и вот там у вас сельское хозяйство был, вот растениеводство, там такой маленький процентик. Это у вас что? Это у нас есть два сельских округа. Сатпаевский сельский округ, там у нас небольшой огород развивается, там картофель сеет, овощи стали сеять. Да, начали вот. И второе, это у нас село Жанажол, тоже молодой человек, вот взял направление, выращивает помидоры, огурцы, то есть вот одно из направлений тоже есть. И в предпринимательстве мы сейчас тоже внедряем, гранты получили по 5 миллионов тенге, 2 предпринимателя. Значит, это переработка сельскохозяйственной продукции. Это Сатпаевский сельский округ, село Муса-Шурманово. Молодой человек взял грант и будет производить хозяйственное мыло. Там на селе? Да, на селе прям непосредственно. И второе направление, это у нас женщина, семья еще в 2018 году переехала с Алматинской области, значит, проживают в селе Жанажол. Они взяли грант и планируют открыть цех по первичной обработке шерсти и производство шерстяных одеял вот, из овечьей шерсти. Бәрекелді. Предприимчивый, молодец. Жақсы, келесі слайдқа көшейік ендеше. Ауыз су. Ауыз су бағдарламасы. Енді бізде биыл өткен жылы 2020 жылы 8 ауылдарда орталықтарға су құбыры қосылды. Биылғы жылы 4 жоба жасап жатырмыз. Осы 4 жобаның ішінде біреуін біз тоқтаттық, шын айту керек. Ол Күркелі ауылында жазғытұрым жұмыс жасаған кезде, мынау жобаны жасаған кезде кемшіліктер шықты. Біз енді өздеріңіз білесіздер, өткен жылы осы жазғытұрым бізде телевизорда көрсетті, сынады. 4 ауылда бізде су құбырының құрылысы тек қана осы аяқталып келе жатыр. Неге десеңіз, жобаларды жасағанда мынау жердің сапасын зерттемеген ғой. Сондықтан биыл осылай өткен жылды қайталамастай жоба басталған кезде мердігер келіп бізге көрсетті. Мынау жобада жазылып тұр құм топырақ деп. Енді сол Күркелі ауылының басына барып сол жерде жиналыс өткізіп көрсек, енді тас. Сондықтан жобаны қазір тоқтаттық. Келесі жылға жаңадан жоба әзірлеп, басқаша енді оның бағасы да басқа болады, мынау техникасы басқа болады деген сияқты, бағасы да, құны басқаша болады. Сондықтан біз мынау 4 жобаның біреуін тоқтатып қойдық. А в 4 будет, да? Ну, будет новый проект в связи с тем, что геология не проведена. Нет, это в Курколе, а вот 4 объекта. А 3 объекта у нас завершаются. Это у нас село Сатпаево, он двухгодичный проект. Значит, работы идут в село Баянаул. Если помните, в прошлом году вопрос задавали. 164 дома, но мы вот в процессе проектирования выявили, что все-таки не 164, а 222 дома остались неподведенными. Поэтому этот проект осуществляется. И И третий проект у нас село Ахши. Значит, конкурс разыгрался. Это Узумблахский сельский округ. И мы в этом году уже деньги выделили. Со следующего года начнется строительство водопроводов. Помимо этого у нас по водопроводам
Значит, в 10 селах мы установили комплексные блок-модули, это КБМ, 10 ауылда. Қазіргі таңда сол блок-модульдер орнатылды, енді электрожарық қуаттарын қосу керек, содан кейін адамдарын жұмысқа алып, бізде шағын 10 ауылда осы таза ауыз су бағдарламасы іске асырылады. Бізде негізі ауылдардың санын алғанда бізде 38 елді мекен бар ғой. Оның 26-сы таза ауыз сумен қамтылған. Былай қарағанда көрсеткіші 38 бен 26-ны салғанда әлі көп қалып тұрған сияқты. Бірақ жалпы Баянауыл халқының санын алғанда бізде қазіргі осы соңғы оны жалпы санақ бойынша қазіргі таңда бізде 23.875 адам деп, енді қазіргі таңда 21.000 халқы бізде таза ауыз сумен қамтылған. Сонда пайызға қарағанда где-то біз 92%, 93%-ға біздің аудан бойынша тұрғындары таза ауыз сумен қамтылған. В процентах очень хорошо. В процентах. А вот если взять численность населения, то есть 38 населенных пунктов и 26 имеют доступ к чистой питьевой воде, то получается как бы... Получается не очень картина. Не очень, да. А если брать численность населения, то в принципе показатель неплохой. Қанат Сәрсенұлы, бізге енді хабарласып жатқан көрермендер де көп, Zoom арқылы байланысқа шыққан аудан тұрғындары да бар екен. Енді ол қосылуды біз әзірге күтейік. Бар болса қазір мінекей байланысқа шығаратын боламыз. Сізге мінекей аудан тұрғындарынан осы интернет желісін пайдаланып Zoom арқылы мінекей сауал түспекші. Қайырлы кеш, сізді тыңдап тұрмыз. Сауалыңызды қоя берсеңіз болады. Қайырлы кеш. Мен Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы ауылдың тұрғынымын. Осы ауылда Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Биылғы жылда ауылымызда ауқымды жұмыстар атқарылды. Оның ішінде ауыл ел бесігі атты бағдарлама аясында жолдар жасалып, соның ішінде мектебімізде күрделі жұмыстар жасалып өтті. Ендігі сұрағым мынандай: біздің ауылда ұялы байланыс болғанымен интернет желісі өте нашар жасайды. Осы мәселе қашан шешілмек? Тоже такая проблема для вас актуальна. Ну, я сперва отвечу на вопрос. Енді біздің аудан бойынша осы ұялы байланыс деген өте бір күрделі мәселе болған, бірақ өткен жылы біз біраз жұмыстарды атқардық. 4 ауылдық елді мекенде бізде мұнарасы орнатылып, оны ұялы байланыс келді. Қазіргі таңда аудан бойынша бізде 3 ауылдық округте ұялы байланыс жоқ деп айта алмаймыз, бірақ сапасы төмен. 3G жоқ, 4G жоқ. Сондықтан осы жұмысты біз әрмен қарай жалғастырып жатырмыз. Өзіміздің Мәшһүр Жүсіп Көпеев ауылында айтсақ, онда қазіргі таңда мынау атамыздың кесенесі Ескел деген шатқалда жер телімін бөлдік. Картел жауапкершілігі шектеулі серіктестікке сол жерді көрсеттік. Олар 30 метрлік антеннасын орналастырады. Содан кейін сол кесененің басында, содан кейін Жаңажол ауылы бар, жаңа Мәшһүр Жүсіп Көпеев ауылымыз бар. Содан кейін Бүркіті деген отделениесі бар, бөлімшесі бар. Соған дейін сол ұялы байланыс заманауи 3G, 4G форматта келеді. Бұрын енді өткен жылы Жаңажолда мүлдем ұялы байланыс болмаған. Бірақ қазір бар, енді қазір күшейтеміз. Ол болады. Енді Қанат Сәрсенұлы, әңгіменің ауаның келесі бір тақырыпқа ауыстырсақ, жалпы мына пандемияны еңсерудің бір жолы вакцина қабылдау екені барлығымызға белгілі. Алайда мына рейтингке көз тіксем, өкінішке орай Баянауыл ауданы көш соңында келе жатқан сияқты. Бұның себебі неде? Оның себебі енді былай енді цифрмен айтсақ, бізге енді жалпы аудан бойынша 15.845 адам вакцинация алу керек, вакцина алу керек. Оның ішінде қазіргі таңда 10.814 адам вакцина алды. Көрдіңіз бе? Бірақ 8.082 адам осы 10.000 адамнан тек қана біздің ауруханадан алып тұр. Ал енді 2.000-ы басқа аудандардан, Екібастұздан, Қарағандыдан. Неге десеңіз, себебі бір, бізде жаңа айттым ғой, ірі өнеркәсіптер бар. Майкөбе Инвестте 1100 адам жұмыс жасайды. Олардың 95%-ы вакцина алған. Бірақ олар Екібастұз қаласында нөмір 2-ші поликлиникаға барып, міндетті түрде содан алғызды. Керегетас бар, олардың Евразия деген поликлиникасы бар. Керегетаста 250 адам жұмыс жасайды. Сондықтан Сарыкөл бізде бар,
солар сол жақтан алып келген. Сіздерге есепке алынбай ма олар? Бізде оны есепке алмайды. То есть ваши люди улучшают статистику других Да, районов? ну, где-то в этом есть. Вот по нашей статистике... Хотя вы же сказали, что 8% всего работает вашего населения на вот этих крупных. Не, ну это 2000 человек, более 2000 человек работают на этих предприятиях. У нас вакцинировалось на сегодняшний день 10 814, но нам зачет идет 8082. Понимаете? Понятно. Более 2000 человек нам не засчитывают. А вот Считается, что у нас 51% как бы вакцинировалось, а на самом деле, по нашим подсчетам, где-то порядка 68-69% у нас вакцинировалось. Вот. Понятно. Поэтому... А вот Тоев меньше стало? Вот если честно скажите. Ну, Мониторинговые группы как работают? у нас мониторинговые группы работают. Штрафы Потом, вы есть? знаете, вот давайте так вот честно скажем, да, вот сезон туристический. В этом году у нас 37 домов отдыха работало, 14 пунктов питания. В принципе, сезон начался очень рано, где-то в конце мая, и завершился в первых числах сентября. Ну, во-первых, ни одного случая, чтобы работники домов отдыха или работников кафе как бы заразились ковидом и заболели, не было, это раз. Во-вторых, в зоне отдыха Джасыбай, Сабандыкуле, Тарайгуле не было вспышки и вот такой заболеваемости коронавирусной инфекции. Поэтому... Благодаря чему? Благодаря тому, что, во-первых, вакцинировались. Работников домов отдыха практически там 90%. Все обязательно привили. Они сами вакцинировались. Поэтому мы, когда говорим, ну, статистика это одно, а факты говорят о другом же. Если бы в Баянауульском районе было бы очень мало вакцинированных, наверное, и уровень заболеваемости был бы другой. Но сегодня в районной больнице много людей лежит? Нет. Нет такого, да? Қанат Сәрсенов, маған мінекей WhatsApp-қа мынандай сауал келіп түскен екен, есімін жазбаған екен, Аймауытов ауылына баратын жолға асфальт төселе ме, жоспарда жалпы бар ма деген сұрақ келіп түсті. Мынау 2 жыл болды, осы әкім сағатында осы ауылға сұрақ қойып жатыр. Осы ауылға жол. Өткен жылы мен айтқам, жоба әзірленіп жатыр деп. Жүсіпбек Аймауытов ауылына жолдың атауы Баянауыл угольная дейді. Қашықтығы 44 шақырым. Біз енді жобаны әзірледік. Мемлекеттік сараптамадан өттік. Жалпы құны 1 миллиард 498 миллион теңге құрайды. 3 бөліктен тұрады. Біз енді білесіздер, осындай ірі жобаларды республикалық бюджеттен қаржыландырады. Сондықтан біз нұрлы жер бағдарламасы арқылы тапсырыс бердік. Сондықтан күтеміз, республикалық бюджеттен болса, біз енді оны жобаны іске асырамыз деп ойлаймыз. Канат Сәрсенович, как раз хотела воспользоваться случаем и поинтересоваться у вас. Государственный информационный заказ вы где размещаете? Потому что вот сейчас, если говорить о программах АО ЕЛБСГ, там Нурлы жер, мы к вам хотим поехать, но мы не ездим. Хабар вот, 24. К сожалению. А еще куда? Хабар 24 вас только показывает? Да, Хабар 24 и Павлодарское радио. А областное телевидение как-то Ну вот как-то вот это же государственные закупки. Надо участвовать, и мы с удовольствием будем Так с вами мы участвуем? работать. Ну, наверное, участвуем как-то всегда. Просто да. Мы с удовольствием с вами Просто будем. вот вы сейчас так интересно рассказываете, а мы эти мероприятия все прошли мимо нас, и получается все равно мимо, наверное, большинства жителей Баянаульского района. Ну, отдаленные села смотрят. Не все смотрят Хабар 24, я думаю. Все-таки областное телевидение смотрят больше и чаще. Будем Канат надеяться. Сәрсенов, бізге енді хабар басталғалы бері сізге сұрақ қойғысы келіп тұрған көрерменіміз бар екен. Кезек берейік, енді күттіріп қойғанымызды айып етпеңіз. Сіз тікелей байланыстасыз. Кеш жарық. Кеш жарық. Мен де Қанат мырзаға қойған сұрағым жаңа қойылып кетті, Аймауыт туралы. Осы жылда айтылады осы сұрақ. Қашан конкретно нетіледі? Жылда айтылады. Миллиард бөлді. Но жұмыс жүрмей жатыр. Қалай қашан болады ол? Тағы бір жауап беріп өтейік ендеше. Енді айттым ғой, біз енді өткен 2020 жылы сәуір айында біз мемлекеттік сараптамадан осы жобаны алып шықтық. Жаңа айттым ғой, 1 миллиард 498 миллион теңге құрайды. Ол 3 бөліктен құрайды. 15-15 шақырым, сосын қалған 13 километр. Енді осындай ірі жобалар мемлекеттік бағдарлама арқылы іске асырылады. Нұрлы жер бағдарламасы. Осы бағдарлама республикалық бюджеттен қаржыландырады. Сондықтан біз жобаны тапсырдық. Енді республикалық бюджет бізге қаражат бөлсе, біз оны дайынбыз. Жақсы. Қанат Сәрсенұлы, бізде келіп түскен бейне сұрақтар да бар. Аудан тұрғындардан экранға назар
аударайық сізбен. Аймағымыздағы ең үлкен елді мекендердің бірі. Биыл кентімізде балаларға арналған Майқайың ойын кенті. алаңы ашылып, көшелер жарықтандырылып, жолдарға жөндеу жұмыстары жүргізіліп, кент тұрғындарын керемет қуанышқа бөледі. Келер жылы алтынды аймағымыз Майқайың кентінің 90 жылдық мерейтойы. Осы орайда кент тұрғындарын тағы қандай қуанышты жаңалықтар күтуде? Жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Рахмет сауалыңызға. Жақсы. Я келесі 2022 жылы Майқайың кентінің 90 жылдық мерейтойы келе жатыр. Майқайың алтын кен байыту комбинаты құрылғанмен осы кент құрылысы басталды. Сондықтан сол екі комбинат пен Майқайыңның мерейтойы бірге. Біз енді өзіміз аудан бойынша топ құрдық. Жұмыстарды алдын ала бастап кеттік. Жаңа сауал қойған азаматша да айтып кетті. Біз өткен жылы жолдарды жөндедік, жарықтандыру жұмыстарын жасадық, орталық стадионды жөндедік, күрделі жөндеден. Биыл заманауи балабақша балаларға арналған алаңдарды құрдық. Келесі жылға біз енді жаңа айттым ғой, топ құрдық, жоба әзірледік. Жобаның ең басты сол логотип 90 жылдық, содан кейін мынау кітап шығару. Осы жуырда Майқайың кентінің мұражайы ашылды. Келесі жылы сол бір-екі көше қалып қойды, асфальт төселмеген, соны жасаймыз. Самое главное благоустроить. Да, благоустроить, абаттандыру бір жақсы. Вернуть былую славу Майқайыңа. Енді сол бірігіп жасап жатырмыз. Ірі мекемелерде қосылып жатыр. Ауылдың тұрғындарынан, сол кенттің тұрғындарынан да сауалдар келіп жатыр. Енді сол Қанат Сәрсенұлы, дәл қазір бізге осы Майқайың кентінен хабарласып тұрған осы тұрғындар бар екен. Сұрақтарды тікелей эфирге шығарайық. Кеш жарық, сіз байланыстасыз, сауалыңызды қойсаңыз болады. Сәлеметсіз бе, Қанат Сәрсенұлы? Мен Майқайың кентінің тұрғынымын, Таукенова Алия. Менің сізге қоям сұрағым. Майқайың кентінің Жамбыл көшесінде қашан асфальт төселінеді? Жаңа айтып кеттім ғой, сол Жамбыл көшесі деген жаңағы мынау бір орталық көше, сол 2020 жылы асфальт төселгенде қалып қойған. Қашықтығы 1 километрге таяу. Сондықтан біз келесі 2022 жылға арнайы Майқайың кентіне қаражат бөліп жатырмыз. Соның ішінде қалып қойған 1-2 көше бар, соларды асфальт төсеу. Содан кейін мына орталық өзінің көшелерінде абаттандыратын саябақтары бар. Содан кейін жаяу жүретін жолашақтары бар. Солардың бәрін жөндеуге жобамыз бар келесі жылы. Қанат Сәрсенұлы, мына қыс мезгілі жақындап қалды ғой. Енді осы кезде білеміз, мына мал ұрлығы да ауылдарда жиілей түседі. Сіздерде осы мәселе қазіргі таңда қаншалықты назарларыңызда тұр? Ол енді өте маңызды мәселе. Мал ұрлығы дегеніңіз. Жаңа айтып кетті ғой, бізде облыс бойынша малдың 4-тің бірі біздің аудан бойынша. Бірақ өкінішке орай табиғатқа байланысты. Бізде енді 4 ауылдық округта қысы жазы мал далада жүреді. Өкінішке орай сол кезде мал ұрлығы бар. Бізде қазіргі таңда 7 осындай іс қозғалды. Мал ұрлығы бойынша тергеу топ бар, ұсталынғандар бар, малды қайтарып бергендері бар. Бірақ осы теледидармен пайдаланып айтайын дегенім, біріншіден енді малды бағу керек, бақташы болу керек, иесі болу керек. Бір. Екіншіден, қазір заманауи айтады ғой, чипировать дейді, транспондер дейді, солардың бәрін нету керек, таңба салу керек. Енді солай жұмыстар жасау керек. Әйтпесе ол ұрлықтар тоқтамайды. То есть личная ответственность должна быть. Енді бірігіп жасау керек қой, бірақ енді ауылдық болды, енді адамдар қазір айтады ғой, малға қарап отырмыз деп. Малға қарап отырғаннан кейін алып кетеді. Қанат Сәрсенович, вот сегодня в павлодарских соцсетях появилось такое сообщение ваших фермеров о каких-то копателях. Вот просьба к режиссеру вывести эту публикацию на экран. Расскажите, пожалуйста, кто это копает, есть ли у них документы, то есть это правомерные ли действия? Нет, не этот. Келесін ауыстырайық. Публикация с Инстаграм. Қазір беретін боламыз. Да, вот это вот. Кто это копает? Так, ну, насколько я понял, это
Ну, надо остановиться то, что Баянауыльский район, он богат полезными ископаемыми. Я вам говорил, что у нас есть промышленные разработки, уголь, полиметаллические руды. И вот. Министерство недропользования, я так понимаю, дает лицензии на проведение геологоразведочных и изыскательских работ. Вот. В соответствии с этим... Они приходят к вам? Да, предприниматели приходят, у них на руках есть лицензия на проведение изыскательских геологоразведочных работ. На основании этого мы обязаны как бы выдать им в соответствии с теми координатами, которые им выданы, на проведение вот этих работ. То есть тут как бы написали, что им Аким разрешил нашли, да, копать. Что там ищут? Ну, я же сказал, у нас есть медь, золото, серебро, полиметаллические руды, уголь. Вот. Ну, а фермеры, видимо, переживают за свои земли, да? Это же все-таки там по закону есть сервитут, право пользования. Поэтому все законно, здесь... да? Жақсы. Қанат Сәрсенұлы, бізде тағы бір келіп түскен бейне сауал бар. Экранға назар аударайық. Қазір біздің режиссерлеріміз беретін болады. Сұрақ, су құбырына байланысты. Жақсы, біз ендеше қазір телефонға хабарласқан бізде көрермен бар екен. Кезек берейік. Кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Значит так, сәлеметсіз бе? Муканов Жанат Рахымұлы, зейнеткер, Сатпаев селолық округы. Сұрақ, биылғы жылы Теңдік ауылымызда көшелерге асфальт төселіп, жарық орнатылып жатыр. Енді біздің Сатпаев ауылында қашан осындай жұмыстар жасалады? Және де мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткіземіз деп уәде бергенсіздер. Ол жұмыстар қашан жасалады? Рахмет. Рахмет сауалыңызға. Сатпаев ауылы жаңағы атап кеткен Мұса Шорман ауылының қатарлас, арасы 12 шақырым. Бір ауылдық округқа кіреді. Биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылында біз осы Мұса Шорман ауылында жаңа айтқандай көшелерді жарықтандыру, асфальт төседік. Келесі жылы ауыл ел бесігі жобасы арқылы біз Сатпаев ауылдық округіне тағы да қайталып келеміз. Биыл жаңағы Сатпаев ауылында су құбыры құрылысы басталды. Сондықтан келесі жылы енді көшелер уже дайын болады. Сондықтан біз келесі жылы осы Сатпаев ауылына жаңағыдай көшелерді асфальт төсейміз, жарықтандыру жұмыстарын жасаймыз. Содан кейін оларда медицинский пункт бар, соны күрделі жөндеу жасаймыз. Жаңа атап кеткен мәдениет үйін күрделі жөндеуге осы бағдарламаға енгізіп, келесі жылы жасаймыз. Осы атап кеткен жұмыстардың бәрі жобалар қазір әзірленіп, бюджеттік тапсырысқа дайын. Қанат Сәрсенұлы, біздің хабарымыздың аяқталуына 2-ақ минут қана уақыт қалған екен. Сондықтан біз сіз былтырғы әкім сағатында қандай уәде бердіңіз, соны есімізге түсіріп көрейікші. Туған елім, туған жерім Баянауыл орталығы. Сондықтан сол Баянауыл орталығында ең бірінші абаттандыру жұмыстарын жасап, заманға сай спорт кешенін құру. Мінекей осындай уәдеңіз болған екен. Қанат Сәрсенұлы, осы уәдеңіз орындалды ма? Біз енді абаттандыру жұмыстарын бастадық. Мемориалдық кешен құрылысы басталды. Үлкен 2-4 гектар жерге саябақ құрылысы басталды. Оның орталығында Олжабай және Жасыбай батырына мүсін орнатылады. Соның қасында заманауи сай спорт комплексі құрылысын жасауға біз дайын болғанбыз. Бірақ біріншіден сол спорт комплексінің қазандығы көмірмен жағылатын болды. Бізде облыс әкімінің тапсырмасы болды. Қазандықтарды экологияға байланысты жасаңыздар. Сондықтан біз қазір жобаға өзгеріс енгізіп жатырмыз. Электрқуатты қазандық жасаймыз. Екіншіден сол заманауи спорт комплексте жүзу бассейні болды, 25 метрдік. Енді шыны керек суымыз бар, бірақ кәріз жүйесі жоқ. Анау 25 метрдік бассейннің пайдаланғаннан суды қайда жіберетін, сондықтан біз осы жобаға... Бірақ болады ғой болашақта. Бірге қатар тұрған нәрсе. Енді осы жол біз алдыңызға 7 конвертті жайып қойдық. Осының ішінде Баянауылдықтардан түскен өтініштер бар. Кез келгенін ашып, оқып, және сол орындауға біздің осы телеарнамызда уәде берсеңіз. Так, 5 деп қайсы, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Сүйікті саныңыз 5 қойым. 5.
Бұйыртса, бұны бізде келесі жолғы әкім сағатында міндетті түрде Гүлмира екеуміз көрсететін болатынбыз. Қандай өтініш бар екен, дауыстап оқсаңыз болады? Қаражардан Жұмат Шанин ауылына дейін автокөлік жолы қашан жөнделеді дейді. Бұл сұрақ па, бұл өтініш пе? Бұны өтініш ретінде қабылдайық. Ауылдықтардың тілегі осындай ғой деймін. Енді Баянауыл аудан бойынша жол мәселесі өте күрделі. Бұл енді Қаражар Южный деген жол бағыты, қашықтығы 43 шақырым. 15 шақырымға қазіргі таңда мердігер белгіленіп, мемлекеттік сатып алу конкурсы жарияланып, Гордорстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестік 15 километр көктемде күрделі жөндеуге кіріседі. Енді ойлаймын, что 2022 жылы қалған 33 шақырымы осы аяқталып. Жақсы. Ну, это по государственной программе, да? Да, нұрды жер. Қанат Сәрсенұлы, мына қалған конверттерді біз сізге міндетті түрде беретін боламыз. Олармен де танысуыңызды сұраймыз. Алдағы уақытта алтын уақытыңызды бөліп келген үшін алғысымызды білдіреміз сізге. Жақсы. Спасибо вам за разговор. Да, надеюсь, что на следующий год мы к вам будем чаще приезжать. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған әкім сағаты бағдарламасы. Наш эфир подошел к концу. Уважаемые телезрители, мы с вами встретимся в среду. На наши и ваши вопросы будет отвечать аким Иртышского района. Сау, саламатты болайық.